желтоқсан күні сайлау нәтижесі Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жеңіске жетті. Президент болып сайланды. 1993 жылы 15 қарашада ұлттық валютамыз теңгеге айналымға енді. 1994 жылы Қазақстан ядролық қарудан бас тартты. 1995 жылы 30 тамызда ата заңы қабылданды. 96 жылы Шанхай бестігі ұйымына мүше болды. 1997 жылы Астана қаласына көшірілді. 1998 жылы мемлекет зейнетке шығу жасын әйелдер үшін 58 және ерлер үшін 60 жасқа дейін ұзартылды. 1999 жыл ұрпақтар бірлігі жылы. 2000 жыл мемлекет рухани жаңаруына бет алды. 2001 жылы тәуелсіз Қазақстанға 10 жыл толды. 2003-2005 жылдары ауыл жылы болып жарияланды. Жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президент музейі ашылды. 2005 жылы 9 мамырда жеңістің 60 жылдығы тойланды. 2006 жылы мемлекеттік ән-ұран жаңартылды. 2007 жылы Жасыл ел бағдарламасы бекітілді. 2008 жылы Астана күні тарихқа енді. 2011 жылы қысқы Азия ойындары өткізілді. 2014 жылы ұлттық мұражай ашылды. 2015 жылы Айымбетов ғарышқа ұшты. 2017 жылы Экспо көрмесі өтті. 2019 жылы Қасым-Жомарт Тоқаев елбасы болды.